Достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ал бүгінгі менің сіздерге ұсынатын рецептім өте ерекше қуырылатын картоппен осындай тартылған еттің рецептісі өте оңай. Және де үйлеріңізде картоппен тартылған ет болса, осылай әдемілеп қуырып отбасыларыңызға пісіріп беруге кеңес беремін. Дайындалуы өте тез, асыққанда да құтқаратын тамақтың бір түрі. Енді осылай міне әдемі қылып үстіне сыр төк алсаңыздар да болады. Егер де үйлеріңізде болмаса, онсыз да пісіре берсеңіздер, дәмі өте керемет ерекше болып шығатын тағамның бір түрі. Дайындап көруге кеңес беремін. Әдемі осылай отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Ал ол үшін бізге осындай ұсақ картоптар қажет. Барлығын жуып алдым. Енді осыларды суға пісіретін боламын. Достар, егер де үйлеріңізде қатты ұсақ картоп болмаса, ірі картопты да пісіріп, оны төртке бөліп қуыра берсеңіздер болады. Тек қана қабығымен піскен картоптың ерекшелігі ол қуырғанда өзінің формасын жақсы ұстайды. Сондықтан да мен қабығымен пісіремін. Сіздерге де кеңес беремін. Енді осылай қызып тұрған табамызға сары майымызды қуырып, ертіп, енді осының үстіне дәмдеуіштерді қуыратын боламыз. Ең бірінші паприка, тұз, қара бұрыш және де қандай дәмдеуіштер болса, енді картопқа арналған қоссаңыздар болады. Және де осылай ас көкпен сарымсақты да турап және де үккіштен өткізіп, осылай маймен бірге қуыратын боламыз. 1-2 минут қуырсаңыз да жеткілікті. Енді осының үстіне біздің суға піскен картоптарымызды салып, оларды 10 минуттай араластырып тұрып қуырамыз. Паприканы қосқан себебім осылай картоптың әдемі түсін беретін осы бізде паприка болатын. Сондықтан да оны қоссаңыздар өте әдемі болып шығады. Біздің картопымыздың түсі бірден өзгерді. Осылай әдемі болып қуырылады паприка қоссаңыздар. Паприкаларыңыз болмаса, жай ғана картопты осылай өзінде қуырсаңыздар болады. Сарымсағын барлығын қосып, тек қана кішкене ұзақтау қуыраса, сонда оның түсі өзгеріп әдемі қуырылатын болады. Енді достарымыздың картопымыз дайын. Енді оның үстіне салатын салмасын дайындаймыз. Бізге осыны тартылған етпен ең бірінші осылай пиязымызды турап бірінші қуырамыз. Достар, егер де осы видеоны көріп отырсаңыздар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Бұл видеоны жоғалтып алмас үшін тіркеліп, астына қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де тағам ұнап жатса, комментарий жазып, лайк бассаңыздар, өте қуанышты боламын. Және де менің каналыма кіріп, менің басқа да видеоларымды тамашалап отырыңыздар. Менің каналымның ішінде ауылдың өмірі бар, және де басқа тәтті тағамдардың, ыстық тағамдардың рецептілері бар. Соны көріп отырсаңыздар болады. Достар, сіздердің әрбір ойларыңыз, сіздердің комментарийларыңыз мені алдыға тағы да сіздерге видео салып тұруға, рецепті түсіріп тұруға шабыттандырады. Сондықтан да комментарий жазып, лайк басып тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Міне осылай етімізді ары қарай пісіреміз пиязымызбен. 10 минуттай бұқтырамыз. Және де одан кейін осындай үйде бар болса тәтті бұрыштарыңызды ұсақтап турап, жаңағы біздің тартылған етіміздің үстіне қосып, дәмдеуіштерін қосып пісіретін боламыз. Үйлеріңізде қызанақ болса да қоса берсеңіздер өте дәмді болады. Міне етіміз 10 минуттай қуырылды. Енді осының үстіне тәтті бұрышымызды салып, дәмдеуіштерін қосып, тағы да жарты сағаттай біз оларды пісіретін боламыз. Дәмдеуіш демеде қара бұрыш, тұз және де етке арналған дәмдеуіш үйлеріңізде болса қоса бересіздер. Міне осылай араластырып, енді етімізбен осы тәтті бұрышымызды тағы да қапағын жауып тұрып бұқтырамыз. 10-15 минуттан кейін жаңағы біздің тәтті бұрышымызға осылай ас көгімізді қосып, үстіне су құйып, дайын болғанша жарты сағаттай пісіреміз. Дайындалуы өте оңай болғанымен, достар, дәмі өте ерекше. Өйткені картоптың қуырылу әдісі ерекше болғандықтан біздің тағамымыз өте дәмді болып шықты. Мен достар, мен тағамым дайын болды. Картопымның түрі де өте әдемі және де дәмі өте ерекше. Сарымсаққа қуырылған, сары майға қуырылған картоп. Енді осының үстіне біз тартылған піскен етімізді қосып, ыстық күйінде қоссаңыздар, осылай үйлі болса бетіне осылай сырды үккіштен өткізіп қоссаңыздар, ыстық етпен әдемі болып еріп, дәмі өте керемет болып шығады. Егер де болмаса қоспай қойсаңыздар да болады. Мен әдемілік үшін осылай және де дәмді болу үшін осылай қостым. Отбасыма өте қатты ұнады.
сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дайындап көріңіздер. Осындай әдемі және де тез дайындалатын тағамның бір түрі. Дайындалуы өте қарапайым болғанымен өте әдемі және дәмді болып шықты. Тек қана осындай картоппен еттеріңіз болса, осындай әртүрлі тағамдарды дайындап көруге болады. Ал бүгінгі менің ұсынған сіздерге осының тағамы осы. Дәмі өте керемет болып шықты. Дайындап көріңіздер. Ұнап жатса астына комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Және де маған тіркеліп, менің каналымды қолдау жерлеріңізді сұраймын. Егер де қызық болып жатса, астындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.